бұл жаңағы бұның бәрі қазір сөз жағында шындығында бар. Егізет бақыт болсын енді. Айтайын ба? Әрі айтайын ба? Айтатын болсақ, өткенде Құдағилардың бәрін жөн жобаға әжеттің салты басқарымыз ғой, жөн жобаға сұрап жатыр. Содан мен айттым енді, сіздерге беретін мал бөлек шығар, маған мал бүйек қойды дедім. Бір ұрғашы жабаға қосып қойдым маған. Болмай керек жоқ десем, үйге әкеп өз екі шуға жетектеп жетті. Балта сен халықтың көзінше бойдайсың ғой. Қой! Ертең жай тоғы іште кетпейді, айбастан берсек болды, сол малды. Анау сайқыларды бір бөлек ол. Ол енді сен сатыстырма, бұл бөлек. Бәрекелді қосып қойыңыздар. Тамаша қалдың болып жатыр. Тамаша. Бір жашық ақырышқа беріп жүрсеңші. Тамаша болдыңыздар ма? Түгел сөйледіңіздер ғой. Рахмет сіздерге. Тілектеріңіз Алланың періште құлағына шалынсын. Сіздер жақсы көреміз. Мұрты бар адамды сыйлаңдар, мұрты бар адамда иман бар деген исі мұсылман қазақтың баласы. Тамаша, ендеше сіз Құдай қаласа 120-ға келесіз. 120-ға. 120-ға. Кім біледі келсеңіз кеп қалады шығарсыз, жындан сандыра келеді дейді ғой. Себебі мына мұрты бар адам, мұрты жоқ адамға қарағанда көп өмір сүреді ағайын. Ана мұрныңызға кіріп баратқан микроб, ана кішкентай ғана қара мұртыңызға бүйтіп аяғын сүртіп кіреді дейді. Бәрекелді. Сәкең өзі мұртты, өзі құтты, дәл 25 жасында талай қызы құртты деп бір қол соқпайыңызды шағайын. Рахмет сізге. Аяшаның нағашылары Серік Жұмабиге, Жена Мейрамкүл, Қылыш, Саяхат, Бота, Бақытгүл деген кісілер. Дұрыс па? Аттарыңызды қанжамсам кешіріңіздер. Мынау құрып отырған отаулары, шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын. Сіздер тек қана қуанышқа бөлей берсін. Аспандар ашық, дендері сау болсын. Анау той иелері қоныстарыңыз қайырлы болсын. Бастарыңыз дені сау болсын. Ау екі жас бақытты болсын. Бана бір жатып жатқан тілектер қабыл болсын. Алланың құлағын шалсын. Көпті күзді көздейміз, көп айтып жатқан тілектің бәрі биікте болсын. Жақсы қуанышын шаңырақ көп, биікте шымшақтар болсын. Алып қойыңыздарын көреді, алып қойыңыздарын. Құрметті тойға жиналған қауым, бүгінгі міне екі тойға себеп болып отқан екі жасқа, екеуі де өтен емес, біреуі туған жиен болса, біреуі өзі жолдасының баласы. Екеуіне де тек қана бақыт тілеймін. Алла осы бүгінгі тілектері қабыл болсын, періштенің құлағына шалсын деймін. Әрқашанда екеуінің алдынан ақ жол болсын, тек қана жақсылықта махаббаттар байынды болсын, бақытты болсын деймін. Бәрекелді, рахмет, қазақ айтады екен. Ой.
Атасы жақсы қандайды, асқар бір зәулім таудайды, анасы жақсы қандайды, арайлы қатқан таңдайды, ағасы жақсы қандайды, дұшпандар көзін салмайды, інісі жақсы қандайды, сырттан жүріп қомдайды, келіні жақсы қандайды, тындырып жанды жайлайды, нағашы жиен бөле жақсы қандайды, үзілген жерді жалғайды, құдасы жақсы қандайды, шырын мен шекер балдайды, жан досы жақсы қандайды, сырттан жүріп қорғайды дейді екен ағайын. Осының бәрі сай болсын, көңілдерің содан жай болсын. Осында жақсылап шапалақ ұрған кісінің үйінде дәл осындай той болсын. Рахмет сіздерге. Келіңіздер, тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын. Ал енді бұлай болсын, ортада Ақсуайым шаһарынан келген азаматтардың, жігіттердің атынан бір тамаша екеумізге деген сый-сияпаттар бар екен. Ортада Жарайдар мен Аяжан ғана билеп қалғанымыз түгел, дастархан басында жастарды қол соғып тамашалаймыз. Сібет шайыңыздар, Сібет бір. Жанымды жырымды оқып жаттаптысың, шашбаулы шапшақ көзің, нәп-нәзік аппақ құзым, сен неге тәп-тәттісің, тәп-тәттісің. Шашбаулы шапшақ көзің, нәп-нәзік аппақ құзым, сен неге тәп-тәттісің, тәп-тәттісің. Қараған көзің қандай әйелі шаң, сөзіңе жүрек от жан бересің. Жаралған әлем үшін қай жанның әлемісің, сен неткен әлемісің, әдемісің. Жаралған әлем үшін қай жанның әлемісің, сен неткен әлемісің, әдемісің. Тұрған кезден айырылып, мен сені бақытыма балай бердім, қасыңа қарай бердім, жүзіңнен арай көрдім, мен саған қарай бердім, қарай бердім. Қасыңа қарай бердім, жүзіңнен арай көрдім, қарай бердім, қарай бердім. Сезімің қалар мәңгі сақтап күшін, ақ гүлім махаббаттың мақтапты шын. Шашбаулы шапшақ көзің, нәп-нәзік аппақ құзым, сен неге тәп-тәттісің, тәп-тәттісің. Шашбаулы шапшақ көзің, нәп-нәзік аппақ құзым, сен неге тәп-тәттісің, тәп-тәттісің. Шашбаулы шапшақ көзің, нәп-нәзік аппақ құзым, сен неге тәп-тәттісің, тәп-тәттісің. Бәрекелді, тамаша. Рахмет, рахмет. Өзі бораннан есін жиғанда тағы боран соқты ғой. Тамаша. Қол соғайық, жастар, рахмет. Ар дастархан басы. Бәрекелді, рахмет, тамаша. Құрметті қонақ, қадірменді меймандар, мұсылман қауым, жамағат, әмин деп алақайын жайып,
Bata menen el, жау menen жер, төбелеспен көз көгерет дейді ағайын. Бірде Атырау мен Алматы құда болған екен. Сөйтсе Алматыдан Атырауға құдалар тойға самолетпен бармақшы болып. Алматыға әуежайда тұрған бірден самолетқа 80 адам мінген екен. Сөйтсе әуежайдан самолет жарықты көтеріле бергенде асфальты тұман басып, Алатаудың басына барып тіреліп қалса, ішіндегі барлық 81 құда самолеттің астында бүйтіп ілініп тұр дейді. Тәте пакетіңізді қойдыңыз, пожалуйста. Андағы бір лаң. Масқара болады қазір. Сөйтсе летчик айтып жатыр дейді. Біреуіңіз құлап өліңіздер. Самолет өз весін ұстай алмай тұр. Әйтпесе бәріміз қырыламыз деп айтқан екен. Сөйтсе кімнің өлгісі келеді дейсіз, бәрі бірде бір қарайды дейді. Сөйтсе ең артында бір 90-дан асып кеткен бір ата тұр дейді. Елдің бәрі сол кісіге бір үмітпен қараған ғой дейді. Сөйтсе ана кісі айтады дейді, енді мен асарымды жасаған адамнан құласам мен ақ құлайын, сендер аман болыңдар. Сендер той тойлаңдар, көріңдер, жүріңдер, ішіңдер, жеңдер деген екен. Бірақ кетіп бара жатып, ақжол болсын деп бата берейін, алақандарын жайыңдар дейді ғой. Содан не керек? Жаңағы летчик жігіт артына қараса, атадан басқа ешкім жоқ дейді. Алақан жайында құлап кеткен ғой бәрі. Атадан бәріне не істедіңіз десе, ойбай, балам білмеймін, батаның қасиетін 90-дан асқанды бірақ білдім деп айтады дейді ағайын. Бәрекелді, ендеше әрине деп алақан жайып қойайық. Алайын, әрдайым оңдасын, қызырмаған қолдасын, өліге иман, тіріге береке берсін деп бата береді, қай жерде отыр екен. Ал енді бір минут отыратырмыздар, сіздерге бір айтып кететін жай. Құрметті қонақтар, қадірменді меймандар, қазір бірінші дастарханнан тұрғаннан кейін сіздерге айтарымыз, тұра беріңіздер. Дәйелер өтіп алайын деген бұл. Рахмет. Yeah.